50-ші сабаққа да келдік. Сіздерді құттықтап қояйын деймін ба? Себебі бұл грамматика сондай керек адамдармен әңгімелескенде, үшінші жақта айтқан кезде осы грамматика керек болады. Және осы грамматиканы егерде меңгеріп алған болсаңыздар, ағылшын тілінде сіздің жақсы деңгейге келе жатқандарыңыздың бір белгісі. Ендеше сабағымызды бастайық. She said, he told деген сөздер. She said деген ол айтты, бірдеңе екен. Немесе ол ер адам айтты, ол бір жаққа мысалы баратын, немесе ауырып жатқанын. Яғни сіз екінші жақпен сөйлесіп отырып, үшінші жақ жайында бір нәрсе хабар беруіңіз. Соны грамматикасы қалай болады, соның паттерні қалай болады, қарап көріңіздер. Last week you went to a party. Өткен апта сен вечеринкеге бардың дейді. A lot of your friends were there. Көп достарың онда болды дейді. Сонда. Here some things they said to you. Анда кейбір нәрселер саған айтылды дейді. Енді today you meet Paul. Енді бүгін сіз Paul'ды кездестірдіңіз. You tell him about the party. Сіз сол вечеринка жайында болған нәрселерді айттыңыз. You tell Paul what your friends said. Сіз Paulға сіздің достарыңыз не айтқанын хабар беріп жатсыз Paulға. Енді қараңыз, вечеринкада Даяна деген болған, Сара деген болған, Питер деген болған, Тим деген болған Сараның қасында. Осы былай айтқанда дос, мысалы, достар біреудің. Сол біреу Paulға айтып жатыр осы достар жайында. Бірдеңе айтты маған, бірдеңе айтты деп. Даяна вечеринкада былай айтқан екен. I'm enjoying my new job. Мен жаңа жұмысыммен ләззаттанамын. Маған қатты ұнайды, рахаттанамын бұл жаңа жұмыс. Немесе тағы осындай нәрсе айтқан. My father isn't well. Менің әкемнің жағдайы шамалы, яғни ауырып қалған. Осы Даяна осы екі әңгімені сізге айтқан екен өткен вечеринкада. Мысалы, сізге емес, енді біреуге. Енді сол біреу өзін ана Paul деген досына бүгін кездестірген, соны айтып жатыр Даяна жайында. Сол айту жайы қалай болады? Мұнда Даяна бүйтіп айтқан I am enjoying. My father is, немесе my father isn't. Осы am, is деген өткен шағы was. Өткен шағы was. Яғни бұл ережеде сіз біреуді айтсаңыз, ол осындай болған. Сіз өткен шақпен қолданасыз. Бірақ ол өткен шақтағы айтқан әңгіме қазіргі уақытқа да жарамды болатын болса. Яғни қазір мысалдармен түсінесіз. Diana said that she was enjoying her new job. Diana айтты дейді, ол өзінің жаңа жұмысымен нетеді екен, қуанышты екен, яғни рахаттанады екен, ұнайды екен. She said she was enjoying. Мына жерде тікелей Paulға айтқан кезде I'm enjoying, am деп тұр. Мына жерде she is enjoying деп тұрған жоқ, she was деп өткен шақпен айтты. Яғни сіз біреуге бір нәрсе айтқан кезде ол айтты деп, онда өткен шақты қолданасыз. She was enjoying. Ол қуанышты болды деп. Бірақ мына жерде ол қуанышты болды дегені қазір қуанбай қалды деген сөз емес. Мына жерде she was enjoying, ол қуанышты болды дегені, яғни ол қуанышты дегені. Яғни сіз бұл ереже бойынша өткен шақты қолданумен, бірақ сіз қазіргі оның жағдайында айтып тұрсыз. Міне ол айтты ғой, my father isn't well деп. Менің әкем жағдайы нашар деп. Сіз айтасыз, she said, ол айтты that her father wasn't well. Ол айтты, оның әкесі шамалы болды деп. Бірақ шамалы болды дегені ол қазіргі шақты да білдіреді, бәлкім әкесі әлі ауырып жатқан шығар. Сара мен Тим сізге былай айтқан. We're going to buy a house. Біз үй сатып алайын деп жатырмыз. Be going to деген біз алдыңғы ережеде өткен шығармыз. Be going to деген ол собираться что-то делать. Яғни бір нәрсе істеу, бір нәрсе пландау. We're going to buy a house. Біз жаңа машина сатып алайын деп жатырмыз. Енді мына жерде қараңыз. We are. Are деген өткен шағы өткен шағы.
Алдыңғы сабақтарда be етістігін өттік, сонда бар. Қарап шықсаңыздар болады, иншалла. Sarah and Tim said that they were going to buy a house. Көрдіңіздер ма? Мына жерде was деген, мына жерде a деген were-ге ауысты. Сара мен Тим олар үй сатып алайын деп жатыр. Үй сатып аламыз деп айтты. Мына жерде өткен шақпен тұр. Бірақ олар әлі сатып алғысы келіп жүрген шығар. Түсінген боларсыздар да логиканы. Питер айтады, I have to leave early. Мен ерте кету керекпін дейді. My sister has gone to Australia. Менің әпкем Австралияға кетіп қалды дейді. My sister has gone to Australia. Енді has дегеннің өткен шағы had. Peter said that he had to leave early. Питер айтты, оған ерте кету керек екен. Немесе my sister has gone деді ғой. He said that his sister had gone to Australia. Яғни, түсінген боларсыздар. Айтқан сөздерді өткен шаққа ауыстырып тұрамыз. Бұның басқа жолмен де айтуға болады. Осы шақпен айтуға да болатын бір жайттары бар, ережелері бар. Бірақ ол дейтін бұл дейтін екінші кітапта кездеседі. Уровені деңгейі жоғары болған кітапта. Осының Кук Мёрфи. Жоғарыда Питерді айттық. Кейт не деп айтады екен? Полға не деп айтқан екен? I can't find a job. Мен жұмыс таба алмай жүрмін дейді. Can деп айтуға болады, немесе can деп айтуға болады. Can өткен жағы could. Kate said that she couldn't find a job. Kate дейтін жұмыс таба алмай жүргенін айтты. Өткен шақпен айтып тұр. Couldn't. Стив айтады, I'll phone you. Мен саған звондаймын дейді. I will phone you. Мен саған звондаймын. Болашақты білдіріп. Will деген will'дің өткен шағы would. Яғни өткен шақтағы болашақты білдіретін сөз would. Steve said that he would phone me. Стив айтты, маған звондайтын. He would phone me. Rachel айтады, I don't like my job. Менің жұмысым ұнамайды. My son doesn't like school. Менің балам школды, мектепті ұнатпайды дейді. Do, does деген көмектескіш етістіктер өткен шағы did. Оны білетін шығарсыздар. Сонда мынандай сөз шығады. Rachel said that she didn't like her job. Rachel айтты, ол өзінің жұмысын ұнатпайтын. She said that her son didn't like school. Ол айтты, оның баласы мектепті ұнатпайтын. Енді Mike не дейді? Mike, you look tired. I feel fine. Мұнда айтқанда, you look tired деп, сен шаршап тұрсың деп айтқан. Енді сол айтқан кісі айтып тұрды, жоқ, мен нормальнымын деп. I feel fine. Сонда қараңыз. Mike said that I looked tired. Mike мен шаршап тұрғанымды айтты. I said that I felt fine. Ал мен жақсы екенімді айттым дейді. Міне, look деген дұрыс етістік, ал feel деген бұрыс етістік болғандықтан felt деп бұрыс не болады? Басқаша болады, яғни формасы. Feel-дікі felt, мысалы go-дікі went деген сияқты. Say and tell. Say мен tell етістігінің айырмашылықтарын қарап көрейік. Say деген айту, tell де айту жалпы. Орыс тілінде say говорить болса, tell рассказывать. He said that he was tired. Ол айтты, ол шаршап тұрғанын айтты. Мына жерде қараңыз. He said me деп айтпайсыз, ол маған айтты деген сияқты. He said to me болу керек. Егер де маған айтты дейсін болса, мына said етістігінде to мен келеді. To me. He said that he was tired. Ол шаршап тұрғанын айтты. Not he said me. Мына астында айтып тұр, жақшада. He said me деп айту қате. What did she say to you? Міне to мен келеді. What did she say to you? Ол саған не айтты? What did she say you деп айтпаймыз. Not say you. We say he said to me, I said to Anne, etc. Біз айтамыз, ол маған айтты, мен Аннаға айттым. But not he said me, I said Anne. Бірақ ол маған айтты, мен Аннаға айттым деген кезде he said me, I said Anne деп айтпаймыз. To болу керек. Ал tell-да to керек емес.
He told me that he was tired. Ол маған шаршап тұрғанын айтты. Not he told that. Мына жерде told'дан кейін міндетті түрде he told me кімге екені білдіріліп айтылу керек. He told that деп айтып кетпейсіз. He told me. What did she tell you? Ол саған не айтты? What did she tell you? Not tell to you. Tell to you деп айтпайсыз. Екі нәрсе. Бірінші he told'дан кейін me, you, and деген сияқтыны қосасыз. Екіншісі to you, to and демейсіз. Бірден tell you, tell and дейсіз. We say he told me, I told Ann. Ол маған айтты, мен Аннаға айттым деген кезде осылай қолданамыз. He told me, I told Ann, but not he told to me, I told to Ann. Ол деген say етістігінде айтылады солай. He says to me. You can say, сіз айта аласыз. He said that he was tired. Немесе he said he was tired деп айтуға болады. Without that. That'ті қосуға да болады, сөйлемге қоспауға да болады. Мысалы, he said that he was tired. Мына жерде that бар. Ал бұл жерде he said he was tired. Бұл жерде жоқ. Осы нәрсені біліп алыңыз, түсініп алыңыз. Себебі ағылшын тілінде осы нәрсені білу, бұл жерде негізі that бар, алынып тұр дегенді білу, сөйлемді оқыған кезде ағылшын тілі сізге көмектесетін болады, иншалла, түсініп келуге. Kate told me that she couldn't find a job. Кейт айтты маған жұмыс таба алмай жүргенін, соны thatсіз деп айтуға болады. Kate told me she couldn't find a job. Кейт айтты, ол жұмыс таба алмай жүргенін. Осымен сабағымыз бітті. Бір-екі рет қарап шықсаңыз, егер де түсінбесеңіздер.